Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қожа Ахмет Яссауи даналық кітабы. Бірінші тапсырма бойынша Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен шығармашылығын оқып, кестені толтырамыз. Қожа Ахмет Яссауи кім? Қызметі қандай болды? Даналық кітабы не туралы және кесенесі туралы қысқаша мәлімет толтырамыз. 4 ұпай. Екінші тапсырма шығармадағы негізгі ой. Өзекті идея, өлеңдегі, яғни даналық кітабындағы ғибратқа толы жолдарды анықтаңыз. Ерек өлеңде әсер еткен жолдар және себебін жазамыз. Бұл жерде де 4 ұпай. Және соңғы тапсырма Ахмет Яссауи даналық кітабында қандай игі істер мен қасиеттерді насихаттайды, қандай жағымсыз қылықтардан сақтандырады.